Сәлем детейлер, сендермен байланыста қуаныш ағайларың. Бүгінгі біздің слифпен 120+ балл алуға болады ма видеосына қош келдіңдер. Бүгін осы жайлы барлығын айтып өтеміз. Яғни слиф деген не? Вообще онымен 120+ алуға болады ма? Реальный ата-анаңды жаңағыдай қуантып, или там шоқ қылдыртып, қантар роботтан 120+ алып кетуге болады ма деген сияқты нәрселердің барлығын бүгін осы видеода айтып кететін боламыз. Ендеше видеоны соңына дейін үзбей әдемілеп қараймыз. Хорошо? Ендеше давайте бастайық. Кеттік. Давайте ең алдымен асықпай слиф деген не? Соны қарастырып өтейік, иә? Слиф деген ол вообще бір оқушы, мысалы оботтан шығады. Оботтан шыққаннан кейін примерно қандай есептер миында қалып қойды, солардың барлығын есіне түсіруге тырысады. Сөйтіп жаңа телефонға жазады, қағазға жазады деген сияқты сөйтіп жан-жаққа таратады. Бірақ ол явно не істемейді, есінде толық есеп қалмайды. Потому что оботтан ешқандай параққа, еш нәрсеге жазып шығуға болмайды. Даже қолыңа да жазып шығуға болмайды. Өздерінің печать басылған черновик парақтарын береді, бірақ оларды шығар кезде қайтадан алып алады. Яғни бүкіл қалталардың барлығын тексеріп, сен ешқандай да слиф сұрағын алып шыға алмайсың. Яғни тек миыңда ғана не қалды, сол ғана. Яғни ойлашы, сен 120 сұрақ келетін, 140 балл 120 сұрақ қойды, 120 сұрақ келеді ана жақта. Құсауытылы 10 сұрағын алып тастасаң бопты, 110 сұрақ. Бәрібір де әлі көп емес, соң барлығы сенің есіңде қаншалықты болады деп ойлайсың, иә? Оның ішінде бопты там химия мен биологиясын ғана жаттаймын дегеннің өзінде 1-2 ішінде 3-4 сұрағын жаттауың мүмкін. Химиядан 3-4 сұрақ, биологиядан 3-4 сұрақ, бәрібір де оны толық цифрларымен, нелерімен бәрін ести алмайсың, жаттай алмайсың. Өткен сен ойың, типа слиф жаттап кіріп шығу емес, сен ойың бәрібір неде болды, мен осынша алып қалдым, ол қалай болады екен, енді аз алсаң да көп алсаң да бәрібір ойың сода болады да, там үйдегілеріме қалай айтамын деген сияқты. Сондықтан көбінесе слифті әдемілеп дұрыстап оқушылар алып шыға алмайды. И примерно қалай алып шығады, мына жерге сендерге полный көрсетіп қоямыз. Органикадан осы келді, там гибридтен типтері SP3, SP2 келді, или там Gillespie келді, катализаторлар келді деген сияқты. Кейбіреулер вообще там ойбай, органика көп келіп жатыр деген сияқты сөйтіп қана алып шығады. Слиф ол сендерге нақты әдемі жеткізілген форматта болмайды ешқашан. Яғни слиф деген сол телеграмнан табасыңдар, WhatsApp группалардан табасыңдар, иә, қантар роботы слиф деген сияқты. И бір өте жаман нәрсе, көбінесе бір телеграм каналдарда өтірік слифтерде таралып жүреді. 10 нұсқа или там 100 сұрақ деген сияқты алып, просто таратып жібереді, или біреулер сатады дейтін сияқты нәрселер бар, иә. Әрине енді сатып алсаңдар да болады, ешқандай сұрақтың негізі зияны жоқ, бірақ смотря ол реально қантар роботтың сұрағы ма, оны білмейсіңдер. В общем, слиф деген не екенін түсінігін қалыптастық, яғни ол 100% форматта сендерге жетпейді, яғни примерно тақырыбы ғана. Слифпен 120+ алуға болады ма? 120+ алу үшін оқушылар екі типке бөлінеді, яғни примерно 60-70 балл алып жүрген оқушылар и 110+ алып жүрген оқушылар деген сияқты екі типке бөлейік, иә? Допустим, бір слиф келді. Олиумның там 0,5 SO3 көбейтілген H2S4 дегеніне байланысты бір слиф келді деп бір айтып жүреді слиф деген. Солай келеді ғой примерно. Ойбай там 0,5 SO3 көбейтілген H2S4-ке байланысты олиум келіп жатыр деп біреу жазып жүреді. И қай оқушы ол слифпен дұрыс жұмыс жасай алады? Яғни ол кеп тұрған слифті қолдана алады. Әрине ол 110+ жинап жүрген бала да. Ол сразу біледі, ол олиумды өткен, олиумның барлық типтерін қарастырған. Так ол қалай шығарылатын еді деп дұрыстап шығарылу жолдарын бәрін бір қайталап шығады. Ал енді 60-70 балл алған балаға ол не то что ол 0,5 SO3 деген олиумның типін, ол даже олиумның не екенін де әлі білмейді да. Түсініп тұрсыңдар ғой? Яғни разница осыда. 60-70 балл алып жүрген оқушының деңгейіндегі сұрақты берсе, қолдана ала ма? Я, әрине ол қолдана алады, ол қандай оқушы? Оған слиф қарау негізінен стоит па или не стоит па деген нәрсе бар да. И слифтің оған қаншалықты көмегі тиеді. Яғни бұл жерде 60-70 балл алып жүрген оқушының типі ол курсты примерно енді бастаған, или курстың ортасына дейін жеткен, курсын дұрыс оқымай жүр дейтін оқушылардың бірі болуы мүмкін. 60-70 балл алып жүрген оқушыға явно не істеу керек? Дұрыстап, толық курсын аяқтау керек. Әрдайым қайталап отыру керек, кітап оқып отыру керек. И сол кезде оған не әсер етеді? Ол жаңа слиф сұрақтары реально көмегін тигізе алады. По-любому ОБТ-да осындай тақырыптар келді деп жатады, бірақ ол айтып жатқаны да, бірақ айтпай жатқаны қанша. И сосын ОБТ-да по-любому барлық тақырыптар келеді.
по-любому, мысалы, обытта 100 тақырып бар десек, 100 тақырыптың бәрі келеді. Может, ішіндеден 1-2 тақырыптар келмеуі мүмкін, но 100 тақырыптың бәрі келеді. Бірақ слив не үшін көмектеседі? Именно ішінде қайсылары часто келіп жатыр, или там қай тақырыптардың ішіндегі қандай тип сұрақтары там көбірек келіп жатыр деген сияқты да. Яғни оған уже қандай оқушы дайындалады? Явно ана тақырыптарды бітіріп тастаған оқушы ғана дайындала алады. Яғни итог не? 60-70 балл алып отырған оқушы ол ұбт-ға чисто тек қантар ұбт-ның атмосферасын сезіну үшін ғана кіреді. Қорқынышын басу үшін ғана кіреді. Қантар ұбт деген не екенін білу үшін ғана кіреді да. Яғни нақты өзінің деңгейін анықтау үшін емес. Яғни ол өзін сынамайды ол жаққа барып. Неге? Потому что ол әлі и так курс бастамаған да, ол не деп сынайды ол өзін? Сынайтын оқушы жаңа 110 плюс, 120 плюс алып жүрген оқушылар, олар реально өзін сынауға барады. Неге? Өйткені осы кезге дейін еңбек етті, осы кезге дейін полный жаңағы курстардың барлығын бітіріп, деңгейін көтерді, и сол деңгейін реально сынайды. Жоғары балл жинап жүргендер, курсын полный аяқтағандар дегендерге ғана слив көмектеседі, қалғандарына смысл жоқ. Лучше сол уақытты курсқа, курстың видео сабақтарын, тесттерін жасауға арнаған дұрысырақ. Видео ұнаса, міндетті түрде комментарий жазып кетейік, лайк басып кетейік, химия биология таңдаған досымызға осы видеоны бөлісіп кетейік, жалпы поддержка жазайық, комментарий жазайық. Сол кезде осындай сияқты видеолар, пайдалы видеолар көбірек шығады сендер үшін. Егер реально актив көтерсеңдер, сендер үшін осындай басқа да видеоларды көбірек шығара беруге дайынбыз. Сендермен бірге болған Қуаныш ағайларың қош, сау, саламатта. Давайте десілер.